Шымкенттің ардагерлері кеңестің кезекті пленумда бас біріктірді. Онда қариялардың қазіргі әлеуметтік мәселелер талқыланды. Зейнет жасындағы азаматтардың арыз шағымын тыңдауға қала әкімінің орынбасары Мақсұт Исахова арнайы келген. Мегаполисте 85 мыңнан астам зейнеткер бар. 4 Ұлы Отан соғысының ардагері, 2364 тыл еңбеккерлері, 44569 көп балалы аналар бар. Алғыс сөз алған Шымкент қалалық жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасының басшысы Балмажан Нарбекова түрлі санаттағы қарияларға жасалған жағдайларды баяндады. Басқарма тарапынан атқарылған шаруаларды тізбектеді. Ардагерлерге ерекше көңіл бөлініп келеді десек те, мәселелер де жоқ емес. Бүгінгі таңда Шымкент қаласында көп әлеуметтік мәселелер шешілген, бірақ соның ішінде әлі де болса көкейкесті мәселелер бар сияқты. Бүгін ардагерлер сұрақ қойып, соның жауабын алып, сол мәселелерді шешсек деген ниеттеміз. Енді ол көлікте жүру, дәрі-дәрмекті уақытылы жеткізу, демалыс ұйымдастыру деген мәселелер қойылуы мүмкін. Ардагерлерді толғандыратын бірінші мәселе жылына бір берілетін санаторий билеті. Жыл сайын осы мақсатта бюджеттен 617 миллион теңге бөлінеді. Бірақ 6 күндік демалысқа жыл күтіп жете алмаймыз дейді ардагерлер. Сонымен қатар зейнеткерлерге қоғамдық көлік құны арзандатылса деген тілек те қала әкімі орынбасарының назарына ұсынылды. Ал ардагерлердің арызын тыңдаған Мақсұт Исахов барлығы қаржыға кеп тірелетінін тілге тиек етті. Өзіміздің жәндегі жарататын ақшамыздан 3 есе аз ақша жинаймыз. Оны білесіздер. Салық органында істеген кісілер бар, бәрі біледі. Екіншіден, әлеуметтік мәселеге біздің жалпы 583 миллиардтың 81% бюджеті әлеуметтік мәселелер кетеді. Денсаулық сақтау бар, жәндегі образование бар, анау бар, мынау бар. Соның ішінен сол ақшадан қалған ар жағындағы 19%-ын ғана біз өзіміздің дамуымызға, развитияға жұмсаймыз. Пленумда айтылған ардагерлердің арызы аяқсыз қалмайтын болды. Қала әкімі орынбасары бұл мәселелердің барлығын әкімге жеткізіп, мәслихатқа ұсынуға уәде етті. Көтерілген мәселелерді жұмыспен қамту және халықты әлеуметтік қорғау басқармасы да қайта қарайтын болды. Кенжехан Дүйсенбі, Нұрлан Нұрбеков, Асылбек Мансұрхан, жаңалықтар.